Mine mынау малдың бауырын осылай аласыздар, міне қабығын туры міне көріп отырсыздар ғой. Осылай бітеп, саусақпенен әкеп кәдімгі малдың терісін ілеген сияқты осылай аласыздар. Бұл бауырды осы күйінде қайнататын болсаңыздар, бауыр қатып қалады, міне көрдіңіздер ғой. Осылай алынады, міне кәдімгі қойдың терісін ілеп жатқан сияқты осылай аласыздар. Екінші бетін міне сыпырып алып жатырмын. Бұны қойдың терісі сияқты. Бұның қиын ештеңкесі жоқ. Бұны ермеу керек. Ең бастысы көп адамдар ерініп осыны алмай асып не болса қуып жібереді. Сондықтан бауыр қатты болып қалады. Міне мынау ең сонда жұлып алдым міне. Мынандай пленка шықты міне. Енді бұны жақсылап жуамыз. Жуғаннан соң ыстық суға қайнап тұрған бір қайнатып аламыз. Ыстық суға салып, содан кейін барып қуырамыз. Міне қазір жуып жатырмыз. Әдемілеп жуып, бүкіл қанын ағызып жуамыз міне. Жудық дайын. Міне сырсы жоқ. Пленкасы болды. Міне мынау жаңа бауырымыз бір қайнап аунап түсті. Міне енді осы бауырды аламыз. Қазір сонан соң бұны жақсылап кесіп, қуырамыз. Міне бауыр мынандай жұмсақ болу керек, қатып баса, онда қатып қалады. Міне мынау дайын, бір көп болса 10 минут қана ұстау керек. Міне мынау қысқа әтейлеп жабылған банкі, мынау қиярменен қызанақ. Қазір осыны аштық, қазір тамаққа салып, дәмін көреміз. Дәмі бір керемет болады ғой деп ойлаймын. Қымбатты тыңдармандар, міне бауыр мынандай болып, міне осындай болып пісе керек. Міне әшейін ауызға салып қатып қалады. Сол үшін бағанағыдай бетін мынау пленкасын алып, бір қайнатып, бір көп болса 5 минут, 10 минут ұстап ыстық суда, содан соң дайын болып тұрған тамақтың үстіне саласыздар. Міне мынандай керемет жұмсақ тағам болады. Қандай рахат. Міне қысқа деп дайындалған помидор, қызанақ, міне осындай қылып жесеңіздер керемет тамаша болады. Мына керегінше пияз қоссаңыздар да болады. Міне аз-маз пияз қостым. Ал енді қазақ елі астарыңыз дәмді болсын.